Ассалаумалейкум, alyomedia.com сайтының тұрақлы ағзалары әмде ықыласпентлері. Сіздерге уәде етілгендей, өз сүйген қосқышларыңызбен және де жақындастыру мақсатында сайтымызда көптеген жұмыстар алып барылмақта. Солардың бірі сіз сүйген қосқышы, халқымыздың сүйген қосқышысы Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист сайтымызда мейманда Бегіс Темірбай. Қош келіпсіз. Ассалаумалейкум, құрметті alyomedia.com сайтының тұрақлы ықыласпентлері, ағзалары. Демек, сайтымызға ең бірінші болып келген сұрау: ассалаумалейкум Бегіс аға, қазір Қарақалпақстанда танылып келе жас қосқышыларымыз хақында өз пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Қазір көпшілік жас қосқышыларымыз қазақшаны араластырып айтады. Неге соны назерге алып сіздей жас үлкен Қарақалпақ қосқышысы айтсаңыз болмай ма? Және бір сұрау: Қарақалпақ хип-хоп жөнелісті айтатын рэппер қосқышыларға неге шарайат жаратылмайды? Жауабыңыз үшін алдынан рахмет депті. Сакон үсімі ықыласпендіңіз. Рахмет сұрау үшін. Енді қазір арасында да жас талантлы қосқышыларымыз көбейіп жатыр, әртүрлі жөнелісте, бірақ солардың басым көпшілігі қазір заманауи стильде қосатқан көбісі мақұл көреді. Енді дұрыс көбейгені сол еліміздің эстрадасына рауажданғаны жүда тәріптарымыз, ешкімді ол жамаулау, басқа бір зат қылау ниетінен аулақпын. Бірақ бәрібір де жаңасы айтқандай ішінде біздің өзіміздің білетімізге тән болмаған мәселен қазақша, басқа да тілді араластырып айтып жатқан жағдайларым ұшырасады. Енді дұрыс, мәселен музыка қосып тіл таңламайды. Егер қазақша қосып айтқысы келетін болса, тек қазақша текстке жазылған қосықты атқарса, қарақалпақша қосыққа араластырмай, қарақалпақша айтатын болса, тек қарақалпақша текстке жазылған атқарса, масаке мауық болады. Енді араластырып айтқан әр тараудан өзінің бір белгілі маманлары бар, ұстаз композиторларымыз бар, яшкерлер бар, бұрынғы айтқан ұстаз қосқышылар бар. Солармен пікірлессе, мен мынандай қосық айта жақпан, бір өзі көбісі қосықты текстін өзі жазады, жаңа әуескер шайырлар жазып береді. Солардан бір қанегелермен сәл ойласын қарап, не қылса, мақсатке мауық болады деп ойлаймын. Рахмет. Демек, өз сұрауына жауап алдық деп ойлаймыз. Енді кейінгі сұрауымыз агент хиттан келген сұрау. Бегіс аға, қалайсыз? Сізге сұрауымда дүнияда мұхаббат деген зат болмаса, қайден қосқышыларымыз қандай қосық айтар екен деген сөздерге қалай қарайсыз? Орынсыз сұрау болған болса, кешірерсіз депті. Енді тура бұл мұхаббат сезімі илахи сезім. Мұхаббатты кім қалай түсінеді? Мұхаббат бірінші отанға мұхаббат, өзіңнің туысқан туған ата-анаңа мұхаббат, сүйген ярыңа мұхаббат. Мұхаббатты әркім әртүрлі сөйлейді. Көбінесе шайырларымыз жырлайтұғын, өлмейтұғын тема дейміз. Сол отан haqqında да басқа да қосықтар көп айтылады. Бәрібір ішкі мұхаббат қалеген қосқышыға да, шайырға да ілхам беріп түрткі болады деп ойлаймын. Бәлкі бұндай мені еш көз алдыма келтіре алмаймын. Мәселен, мұхаббат болмағанда қандай қосық жазылмас еді мәселен. Дұрыс. Рахмет. Енді кейінгі сұрау, және агент хиттан келген сұрау. Сізге және бір сұрауымда, қазіргі уақытта неге көп қосқышыларымыз тек мұхаббат туралы айтады? Неге отанымыз, ата-аналарымыз һәм тағы басқа хақында онша айтпайды депті? Жаңа алдыңғы сұраумен сәл ұқсастығы бар. Алдын айтып өткенімдей, мұхаббат, отанға деген мұхаббат, сүйген ярға, ата-анаға, туысқан туғанға деген мұхаббат. Енді айтқанымдай, өлмей тұрған тема мұхаббат, ішкі мұхаббат хақында айту. Қазір көпшілік қосқышыларымыз бар, мәселен өзіміздің қатар қосқышыларымызды да ата-ана хақында айтып жатқан, отан хақында, мәселен әрбір қосқышы өзінің отанын, туылып өскен, сүйген отанын шын кеуілден жырлау, ол қосқышыға бір
ilham, yosh bag'ishlaydi. Ата-ана haqında, aka haqında, ana haqında qo'shiq. Ол жаңағы ішкі мұхаббат haqında ол һәм уақытта айта берсе болады. Һәм расында да көп qo'shiqchilarning репертуарында көбінесе мұхаббат темасы деп ойлаймын. Qo'shiqchilar жұмақ шығарып көбірек отан haqında да qo'shiqларды айтады деп. Рахмет. Кейінгі сұрау Паризода ісімді ықыласыметтіңізден келген. Бегіс аға, неге клип шығармайсыз? Сізден зор клип күтеміз. Қосықларыңыз да жақындан баслап шығып басады депті. Енді әрбір дөретуші инсан дұрыс әлбетте тынбай ізденуде болу керек. Себебі мен өзі өткен жыл бір жыл сол лирикалық қосыларға өзім сол жылды бір неғылып істедім. Енді көбінесе мына мемлекеттік байрамдарда көп концертлерде шығып тұрғаннан кейін клипке алдын көп клиплерді шығарған еді. Кейін дұрыс айтасыз, кейінгі уақытлары онша клип істемедік. Себебі мына мемлекеттік көп концертлерде де нелерде шығып тұрғаннан кейін сол жылы жақыннан бастап таза қосыларымды шығардым. Енді құдай қаласа осы клип алу ойымызда бар, әрекетіндеміз. Соның жақын арада сол жылы таза клиплерді көресіз деген үміттеміз. Рахмет. Енді кейінгі сұрауымыз Гүлнарадан кепті. Бегіс ағамызға сұрау беретін болса, сұрау. Сізіңше дөретлеушілік жұмыстарда нелерге етібар беру керек? Сіз нелерге етібарды көп қаратасыз депті. Дөретуші инсан әлбетте тынбай ізденуде болу керек. Тез репертуарды жаңалап бару керек. Жаңалап барғанда қалай алдынан сұрауында қосықларыңыз арасы үзіліске түсті деп атты, бірақ жаңалап бару керек. Бірақ аз болса да сапалап шығару керек деп ойлаймын. Қосықты сапасыз қосықты ізбес шығара бергеннен сапалы, құлаққа жағымды сондай істесе мас мауық болады. Рахмет. Енді кейінгі сұрау Бегістен Бегіс ағамызға кепті. Демек сізге сұрауым, сіз міне көп гастролларда, концерт, тойларда боласыз. Сізге ең көп қандай сұрау беріледі? Сол уақытлары қандай жауап бересіз депті. Алдынан рахмет айтты, жауап үшін жұмыстарыңызда табыстар тілепті. Енді маған ең көп сұрау берілетіні, маған міндетіңіз қандай деген сұрауды көп береді. Себебі бізде туысқан халықтарымыз өзбек, қарақалпақ, қазақ, ағайын туысқан халықпыз. Көбісі сіз қазақсыз ба, қарақалпақсыз ба деген көп маған беретін сұрау. Тойларда, нелерде көп адам телефоннан звонып сұрайды, танымайтын ықыласметтілеріміз, сондай телефоныңызды бірінен алдым, қазақсыз ба, қарақалпақсыз ба деген. Енді сол сұрауға сайтымызда да жауап беріп кетсеңіз, қазақсыз ба, қарақалпақсыз ба? Өзім қарақалпақпын. Анам да қарақалпақ, өзім қарақалпақ, әкем қарақалпақ. Рахмет. Демек кейінгі сұрауымыз Бегіс ағаға сұрауларын осылардан ібарат. Бірінші сұрау, халық назарына түскеннен кейін өзіңізде қандай сезім пайда болды? Екіншісі, Қарақалпақ халқының сүйкімді қосықшысына айландыңыз. Бұндай нәтижеге жету әлбетте қиын болған шығар я. Қосықларыңыз арасында қайсы қосығыңыз өзіңізге ұнайды? Бос уақытыңызда не затпенен шұғылланғанды мақұл көресіз? Демек, өсерге дейін бір жауап беріп аламыз, кейін давам етеміз. Халықтың назаріне қосықшыны, дөретуші инсанды өзің жақсы болсаң, тынбай ізденсең, жоғарыға алып шығатыннан нәзерге, халықтың нәзеріне шығатыннан сол халықтың өзі. Сол халықтың нәзеріне еріскеннен кейін оның жауапкершілігі қатты ауыр деп ойлаймын. Әр тәртібіме кейіннен келатқан жас өзіңнің шәкіртлерің болады, жас ұрпақтар саған қарап жол жаба алуы мүмкін, үрдіс қылуы мүмкін. Сол үшін әр тарапымен өзіңді жауапкершілікті, тәртіптілі халықтың арасында өзің ұстап жүруге тура келеді. Рахмет. Жауапкершілігі үлкен деп ойлаймын. Халықтың назарына еріскенменен оны ұстап тұрудың өзі үлкен машақат. Дұрыс. Енді өзіңіздің қосықларыңыз арасында қайсы қосығыңыз өзіңізге көплеп ұнайды депті? Енді әрбір қосықшы өзі ұнамайтын қосықты біріншіден айтпайды. Өзіне ұнағаннан кейін айтады. Композиторлар, сонда қосықты ойласқан алда өзің
ұнаса, өзіңе түсетін болса, мен енді қосылғаным ішінде мына қосығым ұнайды, мына қосығым ұнамайды деп айтпақшы емес, әмме қосылғаным ұнайды, бірақ ішінде өзімнің сол дөретушілігімде, халықтың ітібарына, елде бір ерісуде өзіме сондай бір әумет келтірген қосықтарым көп ішінде. Келешекте халқымызға таза қосықтарды ұсынасыз ба депті? Әлбетте, Құда қаласа таза қосықтарды тез-тез жаңалап, репертуарын жаңалап барамын. Рахмет, кейін сұрау. Гүлжайнадан кетті. Қосықшылық тарауына іслеп атырғаныңызға неше жылдар болды? Ең бірінші айтқан қосығыңызды еслейсіз бе депті? Енді іслеп атырғаныма мен 2001 жылы Бейтақ атында Қарақалпақ мемлекеттік университетіне оқуға түстім. Ұлыма қосық айтуға деген қызығушылығым менің енді талантты Алла Тағала береді дейді ғой, Алла Тағала береді, һәм оны рауажландырып баруға шариғат жаратылса рауажланады. Мен өзімнің әкем кішкентайымнан менде талантты сезіп, маған көп шариғатlar жаратты. Ең бірінші мәрте ұлыма халқылық Наурыз байрамы 88 жылы 3-ші класында үлкен Қоңырат районында, үлкен стадионда жаңылы тәрізді қосылып барып шыққанмын. Сол мектеп оқып жүрген дәуірінде музыка мектебінде оқыдым. 9-ші класс бітіріп болғаннан Нүкістегі Жапақ Шамратов атындағы көркемөнер училище деп айтылатын еді. Қазір көркемөнер білім жұртында 93-97 жылы халық салыздары бөлімінде тәлім алдым. Бітіріп болып өзіміздің Пулковский Қоңырат районында концертлерде, мәдениет бөлімінде жұмыс істедім. 2000 жылдан бастап үлкен сахнада Нүкіс Тайтақтымызда университетке оқуға кіріп, үлкен сахнада осы күнге дейін 2000 жылдан бастап үлкен сахнада қосық айтып жатырмын. Рахмет. Енді кейінгі сұрауымыз. Әуелім бар, ассалаумалейкум. Бегіс аға, ілтимас, көзге сағыныш қосығыңыздан жалпы түрде бір куплет айтып берсеңіз. Һәм де сізге сұрауым, ең бірінші айтқан қосығыңыз қандай? Һәм ол қосықты неше жаста айтқансыз? Естуім бойынша қазіргі күндері бір қосықтың үстінде ісіп атырған екенсіз. Егер жақын арада інім етпекші болсаңыз, зор клипі менен күтеміз. Дөретушілік жұмыстарда omет тілеймін. Һәм де alyomedia.com сайтына өзімнің minnettarchiligimni bildirgan holda көкке өрлей беруін тілеймін деп шайханадан қоныс. Рахмет, қоныс. Сау болыңыз. Көзге сағыныш қосығынан бұл әдетте ауыз әмбе интервьюларда жаңыл тәрізді бір қосық атқарып беруді мәселеде. Атқарып береміз, қасбеттеріміздің ілтимастары бойынша. Көзге сағынышлар билеп жанымды, ұшқанның бір бүтін айнасы сынды. Алтын жапырақлар үзілді соңғы, кеуілімді мұзлапыдау көзгі сағыныш. Алтын жапырақлар үзілді соңғы, кеуілімді мұзлатадау көзгі сағыныш. Жаңағы сұрауына келсек, ең бірінші жаңағыда алдыңғы сұрауымды жауап бердім. Ең бірінші 4-ші класс уақытында үлкен Қоңырат қаласында районда стадионда бұрын ұстаз қосықшымыз атқарған, Байрам Атжан ұстазымыз атқарған достар имам болың деген қосық атқарып шыққан. Ең бірінші атқарған қосығым. Рахмет. Кейінгі сұрауымыз. Бірінші ұстазыңыз кім? Мектеп уақытында қосық сабағында кімнің қосықларын айтатын едіңіз? Қосық пәні мұғаліміңізді еслей аласыз ба? Мектептен соң қайсы оқу дәрігайын тамамладыңыз? Һәм қосық айтуға сізді кім үндеді? Ямаса қашаннан бастап қосыққа қызығушылығыңыз оянды? Бірінші концерт дәстүріңізді қай жерде бергенсіз? Сұрау. Мектеп уақытындағы қосық сабағында кімнің қосықларын айтатын едіңіздер? Мектеп дәуірінде арасында қайсы сабақта жақсы оқыдым деп сұраса, қосық сабағына деп жауап беремін. Сол қосық сабағында мектеп дәуірінде әлбетте мұхаббат хақында қосық айтып береміз. Сол мен өзім әкем қосыларды үйрететін еді, бұрын ұстаз қосыларын айтқан. Сол
Байрам Матжанов атқарған қосқылар, Өтеп Құрбанбаев және де басқа отан haqqындағы атқарған көп қосқыларды айтатын ек, жаңағы айтып өткенде достар мейман болың, бізге кел, туылған жерге деген қосқыларды мектепте атқарып, кеткен санат байрамlarda қатынасып орындардан алғанбыз. Бірінші қосық мұғаліміңіздің, егер еске алсаңыз, атын атап өтсеңіз. Қосық мұғалім сол бірінші классынан бастап, сол мектеп бітіремін деген дәуірде жай жәнетте болсын, қазір бұл дүниядан өтіп кетті. Кеңесбай аға Тәж Қоразов деген мектепте қосық сабағына ең бірінші қосық үйреткен ұстазым. Alio Media Group студиясы ұсынады. Тойлар, банкетлер, туылған күн һәм басқа да кешелер үшін сапалы түрдегі видео һәмде фото қызметлер. Alio Media Group студиясы сіздің бақытлы күндеріңіздің тынық айнасы. Видеоклип һәм фотосессиялар. Мағлумат үшін телефонлар 361 0555 453 94 94. Alio Media Group жоғары сападағы видео һәмде фото қызметлер. Рахмет, енді кейінгі сұрағымыз Беріктен келген. Ассалаумалейкум, эстрадамыз жұлдызы Бегіс аға. Сізге сұрауларым жүда көп. Солардың арасынан сайлап алып, осы 10 сұрауым жаздым. Толық һәм анық жауаплар күтемін депті. Демек, бастағы 5 сұрауын жауап береміз. Бірінші сұрау. Интервьюге келемін дегенше қандай ойларды келдіңіз? Өмірде жасаудан мақсатыңыз? Сіз өзіңізге ықыласпен білесіз бе? Қазіргі жастарға сіз айтып жүрген қосықлар ұнай ма? Мәселен, колледж, лицей жастарына. 5-ші сұрау. Сахнаға шығып қосық айтқаныңызда албыраушылық бола ма депті. Бірінші сұрау. Интервьюге келемін дегенше қандай ойларда болдыңыз деген? Енді интервьюға келемін дегенше әрбір адам, әрбір төлетушісі маған қандай сұрауға күтіп тұрған екен. Сол классменттердің берген сұрауына бір қанқарлы, теуілдегідей жауап бере аламын ба екен, қандай сұраулар бар екен деген ой менің келдім. Кейінгі өмірдегі жасаудан мақсатыңыз? Адам не үшін өмірде дүнияға келгеннен кейін, бұл дүнияға келгеннің өзі үлкен бақыт, үлкен бір Алла Тағаланың берген інамы, сіз дүнияға келтірген. Дүнияға келтіргеннен кейін денің сау болса, 12 күн күтім болса, сол Құдайдың берген жасап ұзақ өмір көріп, атаның, отаның аман болса, балашағың аман болса, өмірді жасаудың қайтып оны сөзбен тәріптеп жеткеру қиын. Сіз өзіңізге ықыласпен білесіз бе? Депті. Енді өзің ықыласпен деп, мен көптеген адамлардың пікірін тыңдап жұмақ шығарғанды жақсы көремін. Енді өзін жақсы көрмейтін, өзін сүймейтін инсан болмаса керек. Хәмеше өзі істеген істі өзінше дұрыс деп ойлайды, мен дұрыс қылып жатыр деп ойлайды. Бірақ көбірек сырттан берілген пікірлерге қарап, сырттан берілген адамдардың жаңағы сын пікірлерін көбірек наратқа аламын. Қазіргі жастарға сіз айтып жүрген қосықлар ұнай ма? Мәселен, колледж, лицей жастарына. Енді 100% ұнайды деп айта алмаймын. Енді әркімнің дүние қарасы, әркімнің өзінің шаңырағындағы келіп шығуы, шаңырақта қандай соған байланысты әркімнің. Мәселен, мен өзім перзенттеріме келдік, мен өзім перзенттерім әзір мектепте оқиды, бірақ классиканы жақсы естеді, халық қосықларынан тыңлайды, әзіргі заманауи қосықлардан тыңлайды. Мәселен, музыканы тыңлап білу үшін әлбетте тек жаңағы заманауи қосық тыңлау деген музыканың өзінің әр түрлі жанры бар да, соны әммесін сүйіп тыңлап білген инсан қатты сондай интеллигент адам болып есептелінеді. Рахмет. Енді мен қосықтарын бәлкім тыңлайтынларым бар шығар енді білмеймін. Сахнаға шығып қосық айтқаныңызда албыраушылық бола ма депті? Албыраушылық енді болады, албыраушылық үлкен сахнаға
былайша қанша неғаме сонша адамдардың алдында өзіңді тұтап халықтың көріп отқан сонша адамдардың күйеуінен шығуым аса нәрсе емес. Алғашқылық әлбетте болады. Көбінесе. Кейінгі сұрақ. Сізге айрым ықыласменділеріңіз клип шығаруды ұсыныс етпекте. Бұған қалай қарайсыз депті? Құдай қаласа, сол алдынан айтып өткендей, сол жаңа клиптер үстінде әзір мәслихатласып отырмыз. Клип түсіретін клиптер жігіттеріміз бар, достарымыз бар. Солармен құдай қаласа жақын арада таза клиптерді әнем етемін. Эстрада тарауында біз жастарға имканиятлар бар ма депті? Эстрада неге имканият жоқ? Әлбетте өзің ізденуде болсаң, өзің әрекетінде болсаң, әр тәрәптеме сол өзінің талаптарына сай істеген әрекеттеріне жауап берсе, имканият көп. Сіз өзіңіз қайсы қосықшыға ықыласпендсіз депті? Енді әрбір қосықшының дүниежүзілік үлгіде есепке алып айтсам, әрбір қосықшының әрбір өзінің атқару ұсылы, атқару стилі болады. Сол әрбір қосықшының өзінің сол атқару ұсылына қарай көп қосықшыларды ықыласпендпен енді пәлен түрінде бәрі атын атап отырмай қояды. Кейінгі сұрақ, қызыңыз қосықшы боламын десе қарсы емессіз бе депті? Енді біздің мұсылманшылықта қыз баланы көбірек сол мәдениет тарауына қарсы болады. Енді анық сол тараудан көріп отқан болса, ойлап көремін. Енді кейінгі сұрақ, сіздің басқа қосықшыларменен қарым қатынасыңыз қалай депті? Әмме қосықшыменен, жас үлкенменен, жас үлкендей, жас кішіндей қатармен қатарымыз. Еш қарым қатынасымыз жақсы. Кейінгі сұрауымыз, Бегіс ағаға және бір-екі сұрауым бар еді. Сіздің бірінші мұхаббатыңыз кім, һәм оның аты? Сіздің қосықшылық тарауында қандай қызықлы һәмде есте қаларлы уақиғалар болды? Һәм айтып берсеңіз, сіздің атыңызды кім қойған, һәм өтірік атыңыз кім? Жауаплар үшін рахмет депті. Енді бірінші сұрау қандай еді? Бірінші мұхаббатыңыз. Бірінші мұхаббат деп көп бірінші мұхаббатым әзір өмірлік жолдасым. Мектеп дәуірінде жас кезде шымшық мұхаббат және бір зат деген гәптер бола береді, бірақ әлбетте жігіт болып өзі бір адамды күйеуіне қойып таңдап алса, сол меніңше бірінші мұхаббат. Өмірлік жолдасым сол бірінші мұхаббат. Енді сіздің атыңызды кім қойған, һәм өтірік атыңыз кім депті? Мен атымды өзім әкем қойған. Сол Қарақалпақтың дастанында сол белгілі Айдос би, Бегіс би, Мажық білетін шығар. Сол Қарақалпақтың дастанынан алынған Бегіс деген батырдың атын әкем жақсы ниеттермен қойған. Енді өтірік ат деп рас атым, өтірік атым Бегіс. Рахмет. Кейінгі сұрақ, Айдостан кетті. Неге дуэт қосықларыңыз жоқ депті? Дуэт қосықларым жоқ, қайғанда енді өзіміз сол неге сай айту, сол стилге сай дуэт құда қаласа ойлап көремін оған. Кейінгі сұрақ, Жаһангер есімді ықыласмендіңізден келген. Интернет тармақтарында барсыз ба? Һәм оларға қалай қарайсыз? Пайдасы һәм зияны депті. Интернет тармақларында әзір, мәселен, интернет ол дүниежүзілік рауаждану процесі, һәм қандай мағлұмат керек болса, әзір қайта аңсат болды. Дүнияның қайсы шетіндегі қандай неден мағлұмат алу өткізсе, интернет арқылы кіріп, қалеген мағлұматты тез һәм анық алуға езімен интернет тармақларына жақсы пікірдемен һәм жаңағы бұлайша тармақ дейді ғой, жаңағы не дейді, одноклассники, агент, солардан нәзір тұтып айтқан болса, мәселен, біздер үйретуші нысанға олам пайдасы тиеді деп ойлаймын. Енді
мен өзіме пайдаланғанда алыс жақтағы мәселен ағайындыларым, жора жолдастарыммен байланысып тұруға. Рахмет. Кейінгі сұрау ханнан кепті. Бегіс аға, семьяңызда нешінші перзентсіз? Семьяңыз туралы қысқаша болса да мағлұмат беріп өтсеңіз. Сіз қосқышы болмағаныңызда қайсы кәсіп иесі болар едіңіз? Яғни айтқанда қайсы кәсіп иелеріне қызығушылық пенен қарайсыз депті. Шаңырақта үлкен перзентпен бізде 5 ұл, бір қыз, біздің өлім шаңырағында 4-нің бір қарындасым бар, ең үлкені мен шаңырақта. Егер қосқышы болмағанда деген сұрауға өзім ата-анам мұғалім, ұстаз шаңырағы, анамда, әкемде. Егер сол мәдениеттер ауадағы болмағанда мұғалім болар ма едім деп ойлаймын. Рахмет. Және де сұраулар бар. Бегіс аға, сіздің қосқыларыңызға кім аранжировка істеп береді? Сіз қосқы шығарып атырған уақытлары көбірек нелерге әтібар бересіз? Қосқы шығарып болып бірінші кімлерге көрсетесіз? Ямаса мәслихатлесесіз? Егер сізге ықыласпенділігіңіз бірге дуэт айтайық десе қандай көзбенен қарайсыз депті? Бірінші сұрау. Қосқыларыңызды кімге аранжировка істетесіз депті? Қазір аранжировщик достарымыз көп. Мен пәлінше түрінше деп айта алмаймын. Әлмесі, мәселен, Құдайберген Сенімбетов, Аббас, Әділ Темірбаев, Артық бар, Шұқырат деген жорамыз бар, Ғали деген жорамыз бар. Әлмесі өзінің несі бойынша маманы. Әлмесі де қосқы сетім алағат наға демеймін, босына істете беремін. Енді қосқы шығармасына алдын кімдермен мәслихатлесесіз депті? Енді қосықты өзіміздің бірге заманлас, осы тарауда кеткен достарыммен мәслихатлесемен көбісінің пікірін тыңдаймын. Кейін халықта мәдениет тарауына емес халықтың атынан, қызметтердің атынан неғатын достарым бар, өзінің пікірін беретін. Солармен мәслихатлесемен сөйтіп шығарамын. Рахмет. Кейінгі сұрау Айтгүлден кетті. Сіздің мінезіңізге атыраптағылардың көз қарасы қандай? Дөретушілік жұмысларда һәм басқа шаңырақ ағзалар, ямаса басқа жағдайларда да бірдей мінезсіз бе? Қосығыңыз үстінде ашуланған демлеріңіз болған ба депті? Мінезіңіз туралы көбінесе. Енді бұлай қарағанда көп адам шыда сырттан серьезный үндемейтін ауыр мінезі деп көп адам сондай баға береді маған. Бірақ өзім өмірде жүре ауыр мінезді емеспен, бірақ сырттағы сондай көрінемін. Бір-екі ашылып сөйлескеннен кейін мінезім қандай екен деп болады. Өзім өмірде сондай ашық көңіл, көбінесе мынандай ашық сөйлесуге әрекет етемін. Сырттағы адамға сондай бір ауыр мінезді көрінемін. Қосығыңыз үстінде ашуланған демлеріңіз болған ба деген сұрау бар. Қосық істеп атап онда ашуланған демлерім болмаған. Енді жаңағыдай бір заттан кейпиятың түсіп, я бір шаршап студияға барып өзің кеудіңдегі атқара алмаған һәм тастап кетіп кейіннен келіп қайттан түскен уақытларым болған. Кейінгі сұрау Дәураннан кетті. Ойлым бар, ассаламу алейкум Бегіс аға. Сізге сұрауым бұл қаншама рас яки өтірік білмедім да, бірақ сіз достыңыз Мақсет Өтемұратовпенен ұрысып қалғансыз ба? Араңызда бір гәп болған ба достыңызбенен? Кейінгі уақытлары алдыңғыдай бірге көрінбейсіз. Жауап үшін алдынан рахмет депті. Ондай Мақсет Өтемұратов қадырдан доспыз. Басқа да қосқышылар менен өзіміздің заманлас. Біздер тек бұлай дос емес, жаңағы семья ағзаларымызбен бірге барды келіп қатынасамыз. Сол уақытқа дейін еш жора жолдасыммен ондай гап алысып қалып, сол нәзірде тұтып отырса, мәселен Мақсет Өтемұратовпен ұрысып қалған уақытым
болмаған. Енді әркім өзінің жұмысымен, қызмет сапары, басқа немен бірге көрмеген болушы мүмкін, бірақ Мақсатбек Мұратовпен ұрысып көрмедім. Кейінгі сұрағымыз Гүлжиба Гүлден кетті. Ассалаумағалейкум. Сізге сұрауым, қосқыларыңыздың тексттерін кім жазады? Егер біздей бір ықыласпентіңіз текст жазып берсе, қосық қылып айтар ма едіңіз? Үміт сізге aliomedia.com сайтына рахметлер айтып қапты. Қосықтың текстін көбінесе композиторлардың өздері таңдайды. Егер мен өзіме қолыма бір жақсы бір текст ұнап қалса, мен соған композиторларға көрсетемін. Ұстаз композиторларға достарымыз бар. Қосық текстің һәммесін қосық болып шыға беретін текст болмайды. Оқылатын қосық болып айтылатын текст болады, айтылмайтын текст болады. Егер ол қосық болып айтылатын текст болса, мәнісі жақсы болса, соған қараймын көбірек. Енді әлбетте әзір әуесқойлардың шайырларымыз көп, жақсы текст жазатқандарымыз көп. Егер ықыласмендеріміздің жақсы текст ұнап етсе, қосыққа сай, тура келсе, әртараптама әлбетте атқарамыз. Рахмет. Демек, Расул Арслановтан келген сұрау. Ассалаумағалейкум Бегіс аға. Сізге сұрау дейміз бе, ұсыныс дейміз бе? Неге клиптер шығармайсыз? Мысалы үшін қазір көпшілігі жастар мәнілі, тәрбиялы клиптер істеп атыр ғой. Қайта олардан бұрын сіз шығарып, халыққа осы жастарға үлгі болуыңыз керек еді ғой. Бірақ ондай клиптен дерек жоқ. Себебі бар ма, яке қате айттым ба депті. Алдымнан жауап үшін рахмет айтты. Рахмет. Ықыласмендеріміздің сол сын пікірлердің бәрін дұрыс деп қабыл етеміз. Себебі ықыласмендерінен халықтан сондай нәрселер күткені біздер үшін әлбетте бір қуанышты жағдай. Есапқа аламыз, алдыңғы жаңа сұрауларды да айтып өттім. Әртараптама сол клиплерді алу арапасындамыз. Құдай қаласа жақсы мазмұндағы клиптерден алып ықыласмендерге үнем етеміз. Кейінгі сұрау Елнура Қыпшақтан кетті. Ассалаумағалейкум Бегіс Темірбаевқа менің екі сұрауым бар. Демек, бірінші сұрау, Бегіс ағаны кімсесіз аралға апарып тастай жап. Оған ең керекті затларыңды алып шық деп шарт қойғанда, Бегіс аған нелерді алып шыққан болар еді депті. Һәм нелерсіз жасай алмайды деп. Бұларға мен нелер деген сәл өзгерді керек, кімлер деп бергенде мақұл болар еді деп ойлаймын. Себебі бұл сұраудың бәрі жауап, ықыласмендеріміздің берген сұрағына жауап беруге әрекет етемін. Кімсесіз аралда қарабасың кімге керек сені, мәселен, егер сондай болса, жағдай болса. Мен өзіме ең жақын адамдарым, туысқан туғанларым, шаңырақ ағзаларым, өзімнің семьям, ата-анам, туысқан туғанларыммен, һәм ықыласмендеріммен, бүткілмен жақсы көретім. Кімсесіз аралға апарып тастаса, мен қайыр болған болар. Рахмет, зор жауап болды дейміз. Екінші сұрау, мысалы, Бегіс Темірбаев Қыдыр атаны ұшыратып қалды. Әмде ол үш тілегіңді орындаймын, тілегіңді дегенде Бегіс Темірбаев байлық, бақыт, денсаулықтан басқа нелерді сұраған болар еді депті. Байлық, денсаулық және бақыт. Бұдан басқа ма? Бұдан басқа мен еліміздің тыныштығын сұраған болар. Халқымызда тыныш болса, халқымыз арақатшылық болса, әлбетте қосылған болады, тойда болады, басқалықтан болады, әмір нәрсе болады. Еліміздің тыныштығын сұраған. Рахмет, кейінгі сұрау. Ассалаумағалейкум. Сұрауымды Бегіс Темірбаевқа жеткізсеңіз. Жас бала уақытыңызда үйдегілерден қашып қара қазанның астында бір күн жасырынып жатқаныңыз рас па депті. Қызықлы сұрау, әлбетте. Қара қазанның астында. Енді қара қазанның астында ести алмаймын. Бірақ кішкентай бала болмаған ешкім жоқ шығар. Бала кезде әрмен шоқлық болады, күйеуге боялған, күйеуге болған уақытларымыз болған. Себебі біздің аталарымыз сол ауылдық жерде тұратын еді. Сондықтан да мәселе той мерекелерге барғанда, той мерекелерде бауырсақларды сол шөпке дізіп, сол күйеуге былғанып, шаңқытып жүрген уақыттарымыз болды. Енді қара қазаннан бәлкім күйесіне жабылған шығармыз енді. Рахмет. Кейінгі сұрау.
бұл жер еле зор болады деген қосығыңыз шығуына не себеп болған депті? Бұл қосықты себеп болған деп, бұл қосықты ұлы шайырымыз Қарабақ әдебиеті байтерегі Ибрайым Юсуптың қалеміне тиесілі қосық. Бұл қосықтың негізі 45-46 көплет қосық бұл негізі. Бұны ұстазымыз университетте оқып жүргенде Қорымбай Ғазалиддинов бұның ішінен ең жақсы сөздерін қатарға теріп алып, біздерге қосық қылып айттырды. Бір үлкен бір байрам болды, сол байрамға соны 3-4 қыз балаға бірінші айттырды. Сонан кейін бұл қосықты өзіме айтуға рұқсат берді, бір өзім айтуға. Кейін оларға жауапқа істетіп айттым, һәм бұл қосық халқымызда бір жақсы бір менің өзім дөретушілігімде де бір алға келуіне азымызға да жәрдем берді деп ойлаймын. Давам етеміз. Енді Пулат ісімді ықыласпендігіңізден келген сұрау, 7-ші дүркін атлы қосығыңыздың мәнісін түсіндіріп берсеңіз депті. Дұрыс, бұл қосық кеше жақында шыққанына қазір 2 айдай болды. Елі азық радиолардың жақыннан бастап кетіп алыпты. Осы Альон Медиа Ноқатком сайтында да халыққа жарияланып жатыпты. Көп қасбеттеріміз естіп өзінің бағаларын беріп жатыпты. Сол сайттың жәрдемінде. Бұл қосық тексті Қарақалпақтың халық шайыры Қалилаға Дәулетназаров. Енді біздің халқымызда сол бір гәп бар, бір жігіттің тұсынан 7 дүркін қыз өтеді деген гәп бар да. Мәселен, сол 7-ші дүркіннің ішінде бір қыз бара тапты деп, сол жігітлік дәуірдегі басынан өткен нелерді жазған. Бұған көп текстер бар, бұның ішінде де Сұлтан Қосекеев намасын жазды. Жақсы көбелектерін теріп айтылған. Сол мәнісі сол, бір жігіттің тұсынан, бір жігіттің басынан 7 дүркін қыз өтеді деген. Сол енді сол 7-ші дүркіннің ішіндегі бір қыздар хақындағы шайырдың толғанысы. Рахмет. Енді кейінгі сұрауымыз Диегодан кетті. Қосықларыңыздың арасында ең ұнатып тыңдайтын қосығыңыз қайсы депті? Енді таза қосық шығарған кезде көбінесе таза қосықларымды өзім бірінші жаңағыдай тыңдаймын, қайта-қайта тыңдап бара-бара кейін сол халықтың ықыласпендтерінің пікірлерін тыңдаймын. Енді алдында да жауап беріп өтуім. Таза қосық шығар уақытта көп уақытқа дейін өзім тыңдап сол нетіп жүремін, себебі кемшіліктерін білу үшін. Бірақ сүйіп тыңдайтын қосықларым үшін әммесінен мен де бағана айттым, өзің одан қосықты атқарасың бірінші. Сол үшін ана қосықына қосытып айтудан аулақпын. Рахмет. Демек, Бексаға ұсынған сұрауларымыз өз жұмағына жетті. Демек, халқымызға, сайтымызға, өзіңіздің ықыласпенділеріңізге тілеклеріңіз. Рахмет. Осы сайт Альон Медиа Ноқатком сайты ағзалары, ықыласпенділері неге сонша қосықшыларды дүнияға танытуда, қосықтарын дөретушілігін бір кең аренаға алып шығуға үлкен жәрдем беріп жатыпты. Үлкен рахмет бұл сайттың рауажлануына, елде де ықыласпенділері көп болуына мен тілектеспен. Бүткіл осы Қарақалпақ қосықшыларының дөретушілігінің атынан неге сонша бірталай сұраулар алдық. Осы сайт арқылы ықыласпенділеріміз көп екенін қызықтырған, көп жақсы әмі сұраулар, орынды сұраулар берілген. Сайттың елде рауажлануына өзім жақсы тілектерімді білдіремін. Рауажлана берсін, ықыласпендтер көбейе берсін, ағзалар көбейе берсін. Әм халқымызда әмеше жақсы гүлдер, біздің елімізде тек байрамlar жарасады, жақсы гүлдер жасады. Елімізде тек байрамдар болсын, жақсы гүлдер болсын, елімізге тыныштық тілеймін. Еліміздің жақсы жаңалықтарын, жақсы қосықларын, жақсы клиптерін дүнияға таныта беруіңізге тілектестік білдіремін. Рахмет. Сайтымыздан ұзақласпаң деп қаламыз. alionmedia.com эстрада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын жарытып беруші портал. Қош сау болыңыз. alionmedia.com сіз іздеген портал. alionmedia.com'да жаңадан жаңалық болмақ.
болып жамбақта. Таза клип һәм видеороликлер, қосықлар һәм фото суретлер, Қарақалпақ жұлдызларының талантларын дөретер. Алыс елерде жүрген Қарақалпақ қосығын күткен. Еліміздің жігіт қызлары алысларда жүріп есеткен. Қызмет етіп шаршамай, жаңалықтан тоқтамай, Халық өздерінен қалмай, жалқығай бер тоқтамай. Альон медиа сайтында Қарақалпақ шоу дүниясында Жаңалықтардың байтында қуанар оның әр ағзасы. қуанамыз, пайдамыз десе жаңа қосықларымыз сізге. Жұлдызлар хақында мағлұматлар, әлбетте бұл біздің сайытта. Альон медиа менен бірге қосылыңлар сіз бізге. Таза қосықлар тек сізге, админіміз қызметте. Альон медиа.com сайты көкте жұлдыз бол